Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, айранмен ғана дайындалатын құймақтардың сәтті рецептін ұсынбақшымын. Міне көріп тұрғандарыңыздай арасы өте әдемі болып, үлпілдек болып, көтеріліп пісетін болады. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны ыдысымызға салып, қантты және тұзды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Яғни қант ерігенше араластырамыз. Миксермен де араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін оның үстінен осылай дайын тұрған айранымызды құйып, және жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді електен өткізілген дайын тұрған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Жарты шай қасықпен ас содасын қосып, тағы да араластырамыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін төмендегі описание бөліне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қараңыздар. Енді пісіретін табамызға қажетінше сұйық май құйып, оның үстінен дайын тұрған массамыздан бір ас қасықтан салып, құймақтар жасап, екі жағын қызартып пісіретін боламын. Құймақтардың екі беті қызарып піскеннен кейін, оны майлы қағаз төселген қағаздың үстіне барлығын сүзіп аламын, және де қалған құймақтарды да дәл осылай пісіретін боламын. Құймақтар піскеннен кейін дастарханға қаймақпен, вареньемен немесе балмен ұсынсаңыздар болады, немесе бетіне қант ұнтағын сеуіп, кез келген жеміс-жидекпен сәндеп ұсынсаңыздар да болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, құймақтар өте үлпілдек әрі көлемді болып, жақсы көтеріліп пісетін болады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан сәтті шығады, әрі көп уақытыңызды алмайды. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір жазып, және достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, қазақша каналды қолдап отырыңыздар.